Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше болып шығатын араб блиналарының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің жаңа рецептілерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт, қант және де ашытқымызды салып, жақсылап венчикпен біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Содан соң үстіне ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және де осы ингредиентімізді бетін пищевой пленкамен жауып, 20 минут бөлме температурасында тындырып қоятын боламыз. 20 минут өткен соң бетін ашып, содан соң үстіне сұйық май және де қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Міне біздің сұйық ингредиентіміз дайын болды. Содан соң қызып тұрған тавамызға 2 ас қасықтан құйып шығатын боламыз. Тавамызға ешқандай сұйық май ештеңені құюдың қажеті жоқ. Осындай құрғақ күйінде құя берсеңіздер болады. Және де бұл араб блиналарының ерекшелігі үстін пісірмейміз. Тек асты қызарса және де үсті осылай сәл тесіліп біліне бастайды. Сол кезде ыдысымызға түсіріп алсаңыздар болады. Міне мен бірінші бөлігін пісіріп алдым, ыдысыма түсіріп алдым және де дәл солай қалған бөліктерін бәрін пісіріп алатын боламын. Міне барлық блинамыз пісіп дайын болды. Ыдысыма түсіріп алдым және де келесі кезекте салмасын салып алатын боламын. Менде смородинаның вареньесі бар, соны салып шығамын. Сіздерде қалауларыңызға қарай кез келген нәрсе салсаңыздар болады. Мысалы творог салуға болады және де капустаны бұқтырып салуға болады. Блинамыздың салмасын дайындап алған соң 3 бұрыш пішіндес етіп, бір-біріне дәл осы видеодағыдай етіп жапсырып шығамыз. Сол кезде өте әдемі шығады. Міне мен барлық блиналарымды даярлап алдым. Блиналарымды жасап жатқан кезде пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым және де 10-15 минут сәл пеште қыздырып алатын боламыз. Міне біздің блиналарымыз да дайын болып қалды.